Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Жасөспірім қыздарды жеңіл ақша табуға мәжбүрлеген жеңгетай ұсталды. Қызылордалық полицейлер кәмелетке толмаған 2 қызды жезөкшелікке тартқан әйелді ұстады. Күдікті қыздар нет сайты арқылы Алматы, Тараз, Шымкент және Қызылорда қалаларында қыздардың қызметін ұсынып, оларды жезөкшелікке тартқан. Әйел мұндай әрекеті үшін сыйақы алып отырған. Қазір бұл дерекке қатысты Қылмыстық кодекстің 134 бабы 2 бөлігі 2 тармағы кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналастыруға тарту бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тиісті сот-медициналық сараптамалар жасалады. Полицейлер осы қылмысқа қатысы бар басқа да тұлғаларды анықтауға бағытталған іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.